Sizlere sabahta şahmat tahtası туралы ең бірінші біз шахмат тақтасы туралы. Шахмат тақтасы қанша размері көрініп тұр? 8, иә? 8 клетка бар. Мынау жердегі әріптер ағылшынша емес, латын әріппен жазылған А, Б, С, Д, Е, Ф, G, H. Түсіндіңіздер ма? Бұл жерде қараңыздар. Енді бұл жерде санаймыз. Сананы горизонтал. Горизонтал деген қалай түсінесіз? Мына жерде бірінші параллель, түзу жақтан ойылған параллель дейміз, мынау жоғарыдан төмен қарай, төменнен жоғары қарай не дейміз? Горизонтал дейміз, диагонал деп? Bir нүкте, мына жерде 8, мына қараңыздар. А 8. Бірінші біз шахмат тақтасын жаттау керекпіз балалар. А 8-де 1 H. Көрдіңіздер ме? Нүктесінің аралығын диагонал деп айырамыз. Енді балалар санаймыз. Бірінші біз диагонал санаймыз, диагоналымыз қандай? 1. 1 міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Көрдіңіздер ғой, Бұл жерде тақтаның бетінде общий 64 ұяшық бар. 64 ұяшықтың ішіндегі балалар 32-сі ақ, 32-сі қара болады. Түсіндіңіздер ғой? Мен сіздерге жаңада берілген қағаздар балалар бүйтіп жаттаймыз. Мына жерде А1-іміз қайсысы? Ақ па қара ма? Қара. А2-імізші? Ақ. A3 қара. Біз қандай жағдайда болсын балалар, шахмат тақтасын қарамай тұрып айтуымыз керек, 8A ал Б 8-імізші? Қара. Осы тақтаны біз мұқият жаттау керекпіз балалар. Мына жерде мен сіздерге берілген табличкілерде барлығының сандары қалай жазылатынын бәрін айтылды, балалар, Енді бұл жерде біз балалар ең бізде шахмат тақтасы бар, кітапшасы бар. Сол кітапшада міне тақтаның өзі көрсетті. А1-іміз ақ, қара, қара қойып. Үстіп осыны өздеріңіз үйде сызылап алып, соның өз беттеріңізбен қарамай бояуды, жаттауды үйреніңіздер. Міне, мына жерде тұр. Параллель, вертикал және диагонал. Барлығы көрсетілген бұл жерде. Енді сіздерге келсек балалар, мына жерде bir minut. Karol. Karol taсын. Көрсет алыңыздар сөздерін қолдарыңызға. Karol taсын. Ең бірінші біз тағы бір нәрсені ұмытып кеттім балалар. Шахмат тасын ұстаған кезде, шахмат тасын ұстаған кезде бір қолмен ұстаймыз. Және де бір қолмен орналастырамыз. Екі қолмен ойнамайды шахматты. Бір-ақ қолмен. Түсіндіңіздер ме? Міне. Мына жерде тұр, Мысал үшін аттыр. Каролды құлай тұтмақ. Енді біз жекелесті міне, Каролды ұстап, бар атты қоямыз. Түсіндіңіздер ме? Қолмен. Қараңыз. Көрсетейін. Карол. Каролды мен қай қолмен ұстаймын? Өзіме ыңғайлы қолмен ұстау керекпін. Каролмен атты жеуге болады. Көрдіңіздер ме? Бір қолмен. Екі қолмен ойнауға болмайды. Бұл Карол патша. Бұлай айтқанда балалар патша. Бұл патшаның өте шексіз құнды, бұған баға жетпейді. Бұл бүкіл мемлекеттің, мысалы үшін Қазақстанның деп айтайық, президенті, елбасшысы, соның өзі құнды, өте құнды. Ал біздің мемлекетімізде патша болмаса,
Biz memleket bolamızlar, bolamayız. Sol үшін бұл құнды, өте құнды. Екінші, bunu құнды деп айтты. Ферза. Bu da ханшайым дейді. Басқа нелерді. Бұл ханшайым емес, негізі уәзір деп айтылады. Бұл уәзірдің құндылығы 10 жаны бар. Ол 10 болу ғой, 10 жаны бар. Түсіндіңіздер, иә? Қанша жаны бар екен балалар? 10 жаны бар. Енді так, мынаны не дейміз балалар? Піл дейміз, слон. Бұл слонда қанша жаны бар? 3 жаны бар. Жаңа балаға мен түсіндіріп айттым. 3 жаны бар. Бұл 3 жанымен 3 күш қуаты бар. Так. Көріп отырсыздар, ертең болсын дәл қайтып сұрайын бала сіздерден. Мына ат. Бұның да 3 жаны бар. Жаңа балаға түсіндіріп айтқан. 3 жаны бар. Бұл өте күшті. Құнды ойындардың, фигуралардың бірі. Так. Мынау? Кеме. Тура. Дұрыс айтасың. Бірге турка дейді, екіншіде бұрынғы қазірде қазақтың кітаптарында жазылғандағы бұл кеме деп айтылады, иә? А1-іңіз көрдіңіз, А1, А2-іңіз, В1-іңіз, С1-іңіз көрдіңіз, иә? Орын ауысу арқылы. Бізде ар жақта ақ фигура тұратын болатын болса балалар, біз оны A1 жақ білмейміз. A1 қайда жақта? A1 мен мен сіздерге жаңа қағазды берген себебі балалар. Осы фигураларды жақсы меңгеру үшін A1, B1, C1, D1, E1, G1, F1 деген сөз. Барлығын айтып түсінуіміз керек. Түсіндіңіздер ме? Түсіндіре алдым ба? Так. Bu жерде жүрек жалауы спорт 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 жастардың қалауы спорт 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 жеңістің алауы халқым барда салтым бар сақтап келген салтым барда елім бар жақтап келген елім үшін ерлер бар қорған болған ерлер барда адаспас арман жолдан биікке болған самғайды елімнің жас арманы намысын елдің қорғайды бейбіт күн батырлары спорт 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 ерліктің алаңы спорт 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 ер жүрек жалауы спорт 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 жастардың қалауы спорт 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 жеңістің алауы ерліктің алаңы туыңды көтерген ерлікті аңсадың жеңіске жеткізген батырлар елдікті ерлікті көрсеткен батырлар ерінбей ел үшін тер төккен батырлар спорт 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 ерліктің алаңы спорт 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 ер жүрек жалауы спорт 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 жастардың қалауы спорт спорт спорт